Мына төмендегі видеода көріп отырғандарыңызда Елдос Сметовтың бейсаналы түрде NLP техникасын қолданғанын көруге болады. Бұл субмодальді шаблондау техникасы. Сіз де осындай техниканы қолдану арқылы қазіргі өзіңізді мазалап жүрген мәселелерден арылуға болады. Біріншіден, бұл сізді тревожный состояниядан арылдырады. Екіншіден, оның мүлдем сізге қауіпті емес екенін көрсетеді. Егер мысалға сіз иттен қорқатын болсаңыз, сол итті мүлдем басқаша елестетуіңізге болады. Оны кішкентай немесе ол ойыншық ит сияқты елестету арқылы, миға сендіру арқылы жұмыс жасауға болады. Немесе сізді мазалап жүрген бір тревожный состояние делік, сол нәрсені сіз түсін, оның температурасын, оны жағымды ету арқылы да миға біз жұмыс жасау арқылы оның сізге қауіпті емес екенін түсіндіріп, тревожный состояниядан арыласыз. Жасаңыз, нәтижесімен бөлісіңіз, парақшам ұнаса досыңызбен бөлісіңіз, ұнамаса просто так өтіп кетіңіз. Олимпиадада мен осы нәрселер тұрғаны қабыл болғанын кәдімгідей сезіндім да, не нәрсе емес. Өйткені мен соперниктеріне шыққан кезде соперниктердің мен көзіме кішкентай болып көрінді да. Жоқ, маған көзіме кішкентай болып көрініп қалды да. Аналар ұстасам, спокойно бұрап тастайтын сияқты болып көрініп жатыр да көзіме. Алла сондай аналарды мысып басып қойды да. Алла соларды мысып басып қойды сол жерде. Сол сияқты Алла Тағала дұға жасаған, Алла Тағала бізге бұны бонус ретінде берген ата-анамызды Алла разы болсын.